Мен Ержанқызы Маржан, Павлодар облысы Екібастұз қаласы. Номер 11 жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші В сынып оқушысымын. Абай атты ұрпақтары конкурсына 21 ғасыр балабақшасы эссе байқауына өз эссемді ұсынамын. Бала өмірдің гүлі мен мағынасы. Баланың жақсы ортада өсуі маңызды болып келеді. Себебі ержете саналы ой өрісі дамыған тұлға қоғамның дамуына өз ықпалын тигізеді. Ал осы мән-мағынаны қалыптастыратын білім мен ортаға бейімделудің тірегі балабақша болып табылады. Бала тәрбиесі тек ата-ана үшін ғана емес, қоғам мемлекет үшін де маңызды. Себебі бүгінгі бала ертеңгі азамат, ал ертеңгі азамат ол еліміздің болашағы мен намысы. Демек, жақсы азамат болып қалыптасудың бастауы балабақша. Себебі балабақша жаңа өмір баспалдағы, баланың жаңа өмірге деген алғашқы қадамы. Сол себепті де 21 ғасырдың балабақшасы қандай болуы тиіс деген ой, ел болашағын ойлайтын зиялыларды ойландыру керек деген ойдамын. Осы орайда неліктен, не мақсатпен деген сұраулар қатары жүру қажет деп ойлаймын. Әсіресе қазіргі ақпараттық технологиялардың заманы болып, күн сайын құлаштап дамыған қоғамда қабілетті жеке тұлға болып қалыптасуға сәби кезден балабақшада бейімделетіні анық. Сол себепті де біріншіден жас сәбидің жаңа өмірге қадамы әсем жиһаздармен безендірілген, жасыл желекті көгалдандырылған ғимараттан бастау алу керек деп ойлаймын. Екіншіден, балабақша жанына балаларға арналған шағын жылыжай, шағын су бұрқауы және спорттық алаң жасақтау қажет. Әдемі гүлзарлар мен су бұрқауының жанында, биік теректердің саясында орналасқан ойын алаңдарында кішкентай бүлдіршіндерімізбен бірге демалу қандай бақыт. Үшіншіден, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, шараларын күшейту әрқашанда бірінші орында болуы тиіс. Бүлдіршіндердің амандығы ел болашағы. Төртіншіден, 21 ғасырдың ақпараттық технологиялардың дамыған заманы болғандықтан, балабақша қабырғасында робототехника, IT кабинеттерін жасақтаудың маңызы зор. Ол үздіксіз білім берудің алғашқы деңгейі. Бесіншіден, балабақша жұмыс жасайтын педагог кадрлар мен қызметшілердің жұмысқа қабылдауында ең басты көңіл аудару қажет. Себебі өкінішке орай кейбір сәбилер балабақша қабырғасында қатыгездікке тап болып жатыр. Адамға ең біріншіден білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі. Деп ғұлама Әбу-Насыр әл-Фарабидің ойын әрбір ұстаз, әрбір ата-ана өздеріне қағида деп оқуын қажет деген ойым дұрыс екеніне сенімдімін. Сондықтан да ата-аналар да балабақша тек бас көз болып қарайтын орда деп қарамау керек. Керісінше, бақша менің балама білмегенді үйретіп, жақсыны беретін білім ордасы деп көзқарастарын жақсарту керек. Тек сонда ғана болашағымыздың іргетасын қалайтын кішкентай балапандардың алдағы өмірі жарқын болады. Қорытындылай келе, балабақша бала бағбандардың мекені деп тани отырып, бақыттың баспалдағына айналдыру болашағымыз үшін үлкен үлес деп сенемін. Егеменді елімізді мәңгілік ел болып, мәңгілік жасауы, өз тұғырынан түспеуі болашақ жастардың қолында. Сондықтан да балабақша бақыт баспалдағы деген атауда терең ой жатқандығын әрбір адам сезіну керек.